Сіз Сити мен Доннадан хабар алдыңыз. Филиппиндік Доннаның карантинге түскені таңқаларлық болды. Оны жаңа жылда көру бір приятный бет болды. Енді мен сіздермен сөйлескім келетін нақты сұраққа көшейік. Және бұл бөлім шын мәнінде мен желілік маркетингтегі мансабында жасаған ең танымал емес модульдердің бірі болып табылады. Өйткені мен желі мамандарының естігісі келетін нәрсені естуге ынтасы бар екенін түсінемін. Бірақ олар естімейді. Олар есту керек нәрсені естігісі келеді. Демек, сізде жоғары басшылардың ауруы бар. Өйткені олар қарамағындағылардың қанағаттанғанын қалайды және олар өздерінің танымалдылығын сақтағысы келеді. Сондықтан олар өз қарамағындағыларға естігісі келетін нәрсені табиғи түрде айтады. Бәрі жақсы ма? Және өте аз жоғары тұрған қызметтер сізге естуіңіз керек нәрсені айта алады. Енді менің жоғары лауазымды датом Шри Виджай Ишваран маған естуім керек нәрсені ғана айтып жатыр. Ол маған ешқашан естігім келетін нәрсені айтпайды. Менің ойымша, бұл менің 25 жыл бойы өмір сүріп, бүгінгі жетістігіме жетуімнің басты себептерінің бірі деп ойлаймын. Мен мұнда сенің қол астыңдағы адамдар ретінде тұрмын. Бүгін біз сіздің желіңізді құру туралы сөйлесетін боламыз. Жарайды. Кеше мен сіздермен сізге қажет ең маңызды оқу модулімен бөлістім. 8 негізгі иілу блогы. Мен сізге бұл туралы бұрын 99% айтқан болатынмын. Қалғанының бәрі 1%-ды құрайды. Сіздің біліміңіз, шеберлігіңіз, жұмысқа деген көз қарасыңыз, ойлау тәсіліңіз, жүйелілігіңіз. Бұл туралы Донна мен Сити айтқан. Сіздің төзімділігіңіз, білесіз бе, адами фактор. Адам рухы, солай емес пе? Сіздің энергияңыз, сүйкімділігіңіз, бұл саяхатта сізге көмектесетін нәрсе. Бүгін қайта көтерілудің екінші күні. Мен сізбен өміріңіздегі осы сиқырлы сәтке жету үшін не істеу керектігі туралы сөйлесуім керек. Онда сіз белгілі бір қаржылық еркіндік деңгейіне жетесіз. Бұл сіздің оқуға түсуіңіздің себебі. Сіз қол ұстасып, Кумбая әнін айту үшін жазылмағансыз. Сіз өзіңізді жақсарту, кім екеніңіз, қаржылық жағдайыңызды айтарлықтай жақсарту үшін жазылдыңыз және кнабтың осы тамаша мүмкіндігімен бәрі жақсы. Енді сәл артқа шегініп, оқиғалардың барысын қадағалайық. Сіздің түпкі мақсатыңыз, армандарыңыз. Міне, солай. Бұл көлік болсын. Ата-анаңызға ақшаны қайтару болсын. Ауылыңызда мектеп, немесе аурухана салу болсын. Роулекс сағаты болсын. Вилла болсын. Пәтер болсын. Не болса да, жақсы ма? Сіздің армандарыңыз бар. Мен дау тудырмайтын мәлімдеме жасамақпын. Бірақ маған бәрібір. Бәрі жақсы. Армандар ақшаға тұрарлық. Мен сізге өмір шындығы туралы айту үшін келдім. Менің ойымша, ақша сіздің мәселелеріңіздің 99%-ын шеше алады. Мен сізге уәде беремін. Тағы 1%. Сіздің енеңіз, бәрі жақсы. Мен бұл мәселені қалай шешетінімді білмеймін. Егер сізде мен сияқты енеңіз болмаса, онда бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы. Бірақ бұл мәселеде шыншыл болайық. Сізді не қатты мазалайды? Сіз оянған сәттен бастап, кішкентай кезіңізден бастап, ата-анаңыздың күресіне қарадыңыз. Солай емес пе? Жұмысқа барыңыз. Олар бөлмеде тыныш болған төбелестерге, құрбандықтарға барыңыз. Олар шынымен қалаған нәрселерін сатып алмау үшін баруға мәжбүр болды. Осылайша олар сіздің біліміңіз үшін, сіздің өміріңіз үшін төлей алады. Бәрі жақсы. Олар мейрамханаға барып, сіз жегіңіз келетін нәрсені сатып алса да, ымыраға келуге мәжбүр болды. Мен олардың жай ғана өздерін құрбан етіп, мәзірден ең арзан тағамды сатып алғанын көрдім. Осылайша балалар туған күніне арналған ең жақсы тағамнан ләззат ала алады. Елестетіп көріңізші. Сіздің анаңыз сіздің туған күніңізге сыйлық сатып алады. Бірақ ол туған күнінде ештеңе алмайды. Ал енді, егер сіз өзіңіздің өмір жолыңызды талдайтын болсаңыз, сізге ортақ бір нәрсе жетіспейтінін көресіз.
Сізде ақша бар. Мен мұны материалист, ақшаға құмар монах ретінде айтқым келмейді. Мен ондай емеспін, бірақ мен өмір туралы шындықты да түсінемін. Ақша жағдайды жақсарта алады. Ал шебер қолдағы ақша әлемді жақсарта алады. Мысалы, Жапа мен Дато Шри Виджай не істеп жатыр? Сен түсінесің бе? Мені қате түсінбеңіз. Мен сізге көлік, үй және басқа да заттарды сатып алғаныңызды қалаймын. Бірақ менің ойымша, сізге 15 көлік қажет емес. Жарайды. Сіз 3 көлік сатып ала аласыз. Сонда сізде көп ақша қалады. Оған мұқтаж адамды табыңыз, оған мұқтаж қауымдастықты табыңыз. Дато Шри Виджай маған әрқашан айтқандай, пәтерлер беруді тоқтатпайды. Бәрі жақсы. Егер сізде $100 болса, және бар болғаны $90 қажет болса, кейбір елдерде осы $10 мен отбасыңызды бір аптаға асырауға болады. Солай емес пе? Сондықтан миллионер болған кезде ғана садақа беруді бастамаңыз. Бұл дұрыс емес. Садақа беруді қазірден бастаңыз. Өйткені, егер сіз Жапа мен Дхату Шридің құндылықтар жүйесін түсінсеңіз, олар бірінші күннен бастап, тіпті компания құрылғанға дейінде ырғақты ұстанды. Бұл олардың құндылықтар жүйесінде болды. Мен Дато Шридің байлыққа қол жеткізгенге дейін қайырымдылық жасағанын көрдім. Ол беруді де жалғастырды. Мұны өзіңіздің құндылықтар жүйеңізге айналдырыңыз. Балаларыңыздың мұны түсінетініне көз жеткізіңіз. Мен сізге мынаны айтайын. Менің өмірлік серігім беруге көп көңіл бөледі. Сондықтан Рождество мерекесінде біз көптеген жылдар бойы қолдау көрсетіп келе жатқан көптеген отбасыларға көптеген сыйлықтар бергіміз келді. Және менің 3 жасар ұлымның қораптарды жинауға көмектесіп жатқанын көру өте жақсы болды. Бәрі жақсы. Мен оның басқа балаларға баратынын білемін. Өйткені ол қанша ойыншықпен ойнай алады. Сен түсінесің бе? Армандар, олар қандай болса да, сайып келгенде, арманды жүзеге асыру үшін ақша қажет. Бәрі жақсы. Және бүгінгі әлемнің қайғылы бөлігі. Тым көп ақша дұрыс емес қолдарда. Сіз мұны түсінесіз бе? Мен адамдарға жеке ұшақ қажет деген философияны түсінбеймін. Бұл мен үшін мағынасы жоқ. Жарайды. Бір жеке ұшақ елді оңды өзгерте алатын болса, 10 ауылдағы кедейлікті жоя алады. Түсіндіңіз бе? Бірақ кейбір адамдар Дато Шри бізде салғандай жұмыс істемейді. Сондықтан оның желіге деген көз қарасына қарасаңыз, оның өзімшілдіктен асып түсетін миллионерлер құрғысы келетінін көресіз. Олар жантиярлық деңгейіне жетеледі. Армандарыңызды түсініңіз. Алдымен өзімшіл қажеттіліктеріңізді түсініп, содан кейін бас тартыңыз. Сондықтан сізде қандай армандар болса да, олардың әрқайсысы ақыр соңында ақшаны талап етеді. Қазір біздің бизнестегі ақша бақылау орталығы деп аталатын нәрседен келеді. Бұл не? Мен білмеймін. Жарайды. Олар оны бақылау орталығы деп атайды. Оның сол және оң арналары бар, және бұл бақылау орталығы сол жағыңызда BV, ал оң жағыңызда BV пайда болған кезде сізге төлейді. Қарапайым математика. Сіз 3000 BV жинаған сайын сізге жалақы төленеді. Мейлі ол 225.000-нан 275 болсын. Дәрежеңізге қарамастан, бәрі жақсы. Бірақ базалық сома қай жерде болсаңыз да, жергілікті валютада доллары 225 болады. Енді айтыңызшы, BV қайдан шыққан? BV жай ғана біреу өнімді сатып алғанда пайда болады. Олардың құны 1000 BV, 3000 BV, 5000 BV, немесе 500 BV болатын өнімді сатып алуы маңызды емес. Бұл маңызды емес. Мұның бәрі сіздің жүйеңізге байланысты. Олар өнімді сатып алған сайын. BV сіздің сол немесе оң жақ қосқышыңызға қосылады. Және сіз оны теңестірген кезде, бұл сіз ешқашан мінсіз теңгерімде болмайтыныңызды білдіреді. Сізге ақы төленеді. Бәрі жақсы ма? Ал бұл ақшалар кішкентай, елеусіз армандар, үлкен ақшалар, үлкен армандар, үлкен ақшалар, үлкен армандар, үлкен ақшалар, үлкен армандар. Жақсы ма? Және олар сонда барады. Енді сіз оны ұстанатын болсаңыз, презентация деп аталатын өте маңызды бір әрекетке баратыныңызды түсінуіңіз керек. Жарайды. Бұл әрекет. Мен неге бәрі білетінін білмеймін, бірақ сіз қазір кім болсаңыз да, маған қараңыз.
Бұл желілік маркетингтегі ең маңызды әрекет. Қалғанының бәрі керемет. Бірақ егер сіз осы қызмет түрімен айналыспасаңыз, қалғанының бәрі ештеңені білдірмейді. Дұрыс па? Бұл сіздің тренингтерге қатысып, жақсарып келе жатқаныңызды білдіреді. Лагерлерге барған кезде сіз өзіңізді ашасыз. Түсіндіңіз бе? Егер сіз Райс деген бағдарламасына қатыссаңыз, ұлы адамдардан көп нәрсені ести аласыз. Жарай ма? Сіз мені көре аласыз. Жарай ма? Бірақ бәрі өте сүйкімді. Бірақ күннің соңында бұл тренингке қатысу сіздің бақылау орталығындағы есептік жазбаңызды автоматты түрде толтыруға келмейді. 5 күн бойы Қан және фокус бағдарламаларына қатысу сізге автоматты түрде $500 әкелмейді. Бұлай жұмыс істемейді. Сізге презентация деп аталатын бір сабақ үшін ақы төленеді. Онда сіз кешемен көрсеткен телефонды алып, біреуді шақырасыз. Олар сіздің кофеханаңызға, сіздің үйіңізге келеді. Үйде Zoom қолданбасында, FaceTime қолданбасында, кез келген ыңғайлы жерде, және сіз презентация жасайсыз. Ал егер адам иә деп жауап беріп, өнімді сатып алса, онда бұл келе бастайды. Бәрі жақсы. Неге екені белгісіз, мен адамдарға желілік маркетингке қатысты барлық нәрсе неге сонша ұнайтынын түсіне алмаймын. Адамдар маған, мен сені жақсы көремін. Аспаз, мен яппаны жақсы көремін. Мен датосриді жақсы көремін. Мен тедеді жақсы көремін деп айтатын. Бұл менің өмірім. Содан кейін мен жарайды. Сен соңғы рет қашан презентация жасадың? Деп сұрадым. Бұл қандай презентация? Аспаз. Менің ойымша, бұл 3 апта бұрын, 4 апта бұрын, 5 апта бұрын болған. Мен мұны түсіне алмаймын. Бұл мен шешуге тырысатын жұмбақ. Сізге қаржылық еркіндік не беретінін білсеңіз, бірақ оны үнемі жасамауды шешсеңіз, бұл сіздің психикаңызда бірдеңе дұрыс емес екенін білдіреді. Сондықтан сізді моральдық тұрғыдан нығайтуға рұқсат етіңіз. Барлығыңыз әлемнің қай түкпірінде болсаңыз да, Африкада, Гуджаратта, Сурабаяда, Поуда, Дубайда, Мәскеуде, Германияда, Испанияда немесе Ливанда немесе Мароккода болсаңыз да, бұл маңызды емес. Мен сізге хабарласып тұрмын. Келесі сағат ішінде мен сіздің байланысыңыздың көмекшісі боламын. Сондықтан сіздің өсіп келе жатқан сызығыңыз менің айтқаныма қайшы келсе, жарайды. Оларды емес, мені тыңдаңыз. Өйткені мен мұнда 25 жылдық тәжірибем бар, және осы саладағы ең ірі желі маманы Датошри Виджайшвиның кеңестерін басшылыққа аламын. Балалар, менімен келісесіз бе? Сондықтан мені жақсы көремін деп айтпаңыз, және мені тыңдамаңыз. Бұл өте маңызды. Маған сенің кім екенің маңызды емес. Сенің қол жеткізген жетістіктерің маған бәрібір. Мен желілік маркетингте табысқа жетудің жалғыз жолы, ұйымдағы бір тұтас мәдениеттің маңыздылығын түсіну екенін білемін. Қазіргі уақытта ұйым қайталау негізінде жұмыс істейді, және жеткілікті ұзақ қайталанатын кез келген нәрсе мәдениеттің бір түрі ретінде тәжірибеде болады. Түсіндіңіз бе? Мәдениеттің қалыптасуы осылай жүреді. Егер сіз анаңыздың күнде таңертең күн сәулесіне шығып, бала сияқты дұға етіп жатқанын көрсеңіз, және оны күнде көрсеңіз, оның істегенін істей бастайсыз. Сіздің балаларыңыз сізді көреді. Ал қалғандары сізді көреді. Маймыл көреді, маймыл жасайды. Мәдениет дегеніміз не? Мәдениет бұл маймылдың көретіні, маймылдың істейтіні. Ал мәдениет бұл бақыт факторын, үйлесімділік факторын және қоғамдағы барлық нәрсені анықтайтын нәрсе. Осылайша, сіздің желіңіз, сіздің астыңыздағы желіңіз сайып келгенде өзін-өзі қамтамасыз ететін қауымдастық. Бұл физикалық тұрғыдан ауыл емес, бірақ бұл ауыл. Ал егер сіз жоғарғы шепте болсаңыз, онда сіз саналы түрде, немесе бейсаналық түрде ауылдың басшысысыз. Және сіз үнемі жасайтын, үнемі жаттығатын, өзіңізді қалай ұстайтыныңызды, өміріңізді қалай өткізетініңізді сайып келгенде, сіздің қоғамдастықтың мәдениетіне айналасыз. Сіздің тіліңізге, іс-әрекеттеріңізге, құндылықтар жүйеңізге сүйене отырып,
солай емес пе? Сіздің қоғамдастығыңызды немесе отбасыңызды үйде қалыптастыратын нәрсе бейсаналық түрде қайталанады. Бәрі жақсы. Сондықтан бірде-бір әке қолында темекі шегіп тұрған ұлына қарап, оған темекі шекпеуін айта алмайды. Бәрі жақсы. Және ешбір әке жарайды, күнде жаттығу жаса деп айта алмайды. Егер ол күнде диванда отырып, теледидар көріп отырса, сен түсінесің бе? Дәл осындай қағида желілік маркетингке де қатысты. Желілік маркетинг пен өмір бір-бірімен тығыз байланысты. Балалар, менімен келісесіз бе? Енді желілік маркетингтегі ең маңызды қызметке көшейік. Мен сізге қазір оқытудың маңызды емес екенін айтпаймын. Мен сізге қауымдастықтың күші маңызды емес деп айтпаймын. Мен сізге бейнелерді көру және біздің саламен не туралы білу маңызды емес деп айтпаймын. Мен сізге айтамын, бәрі маңызды. Бірақ ең маңызды сабақ презентация. Өйткені сіздің ортаңызда сізге адал әр тренингке қатысатын, қол ұстасып, құмбая әнін айтатын 10 адам болуы мүмкін. Бірақ олардың ешқайсысы презентация жасамаса, ешкім чек алмайды. Сонда сіз қоғамдық клубқа айналасыз. Кнеттің қоғамдық клуб болуына жол бермеңіз. Сіздің өміріңіз нәтижеге бағытталған болу керек. Сіздің кнетте болу мақсатыңыз тұрақты нәтижелерге қол жеткізу және сайып келгенде нәтижелер өсуі керек. Бұл сіздің мақсатыңыз. Мен айтып отырған нәтижелер сіздің апта сайынғы комиссияларыңыз. Және бұл апта сайынғы комиссиялар презентация деп аталатын бір қызмет түрінен келеді. Дегенмен, мен көптеген адамдар презентацияларды неге ұнатпайтынын түсіне бастадым. Өйткені жалпы жағдайға қарасаңыз, Гидди маған қатты қорқып қарайды. Өйткені ол соңғы рет солардың бірі болды. Бәрі жақсы. Бүкіл кнет бизнесінде, бүкіл кнет сапарыңызда емтихан сияқты нәтиже беретін бірде-бір әрекет жоқ. Түсіндіңіз бе? Сіз апта сайын сабаққа қатысасыз. Апта сайын кетесіз, біз жарайды. Келіңіз, барлық сұрақтарыңызға жауап беріңіз, емтихан тапсырыңыз, немесе сәтсіздікке ұшыраңыз деп айтпаймыз. Біз мұны істемейміз. Біз сізді құшақтап, суретке түсіреміз. Сонда сіз үйге қайтасыз. Сіз ФК-ның табысты мүшесісіз. Бәрі жақсы ма? Сіз Куала-Лумпурдан, Малайзия, Райсеген бағдарламасының тікелей эфиріне қатысып жатырсыз. Және трансляцияңызды аяқтағаннан кейін, мен әлеуметтік желідегі суретке қатыстым. Бла. Ешқандай сынақ, нәтиже жоқ. Дұрыс па? Қазіргі уақытта желілік маркетингте қабылданбауы мүмкін жалғыз әрекет. Бұл презентация, және біз оны ұнатпаймыз. Бізге ұнамайтын себебіміз бұл біздің тәрбиеміз. Өйткені сіз мектепке барған кезде емтиханнан басқаның бәрін жақсы көретінсіз. Өйткені сіз немесе вы емтихандарын тапсырдыңыз. Солай емес пе? Бірақ мен сізге Гири мектебіне барып, күні бойы футбол ойнауды айтсам, сіз қайтып келіп, мектептің ең жақсы екенін айтасыз. Депрессия қашан басталады? Бұл емтихан. Бәрі жақсы. Стресс қашан басталады? Бұл емтихан. Неге? Өйткені нәтиже соған байланысты. Бірақ өмірде бәрі жақсы, бәрі керемет. Өсуге көмектесетін барлық нәрсе нәтижеге байланысты. Сен түсінесің бе? Неліктен адамдар презентацияны ұнатпайды? Өйткені бас тарту мүмкіндігі бар. Ал бас тарту жоқ дегенді білдіреді. Бұл екі әліпби туралы, және бұл екі әліпби адамдарды күйретіп, депрессияға ұшыратып, осының бәрін тудырды. Мен ыстық аймаққа кіргеннен кейін бірінші рет бас тартқан кезде, мен сіз сияқты болдым. Жарайды. Мен жай ғана шошып кеттім. Мен неге деп сұрадым. Бұл жігіт ақымақ. Ол маған жоқ деп айтуға қалай батылы барды. Мен да Шривиджаяндағы жалғыз жоғары тұрған желіге хабарласқанымда, сіз бұл мәселені білесіз дедім. Олар мені қабылдамады. Ол жай ғана маған қарап, оған үйреніп ал, деді. Бәрі жақсы ма? Және бұл шынымен де солай. Оған үйреніп ал. Біреу үйреніп кетеді, ал біреу үйренбейді. Сонымен не болды? Біреу бір жерде күтіп тұр.
Сондықтан, бұл сіздің сапарыңыздың ең маңызды құрамдас бөлігі емес пе? Бұл бөлім есіңізде ме? Көптеген адамдар саяхатының басында оқуын тастап кетеді. Өйткені олар жоқ олардың өмірінде болуы мүмкін ең жаман нәрсе деп ойлайды. Олай емес. Өйткені сенен бас тартқан адам сені патмен ретінде қабылдамайды. Ол сен оған ұсынған кәсіпкерлік идеясын жоққа шығарады. Кейде бұл үшін оны кінәлай алмайсың. Неге? Өйткені адамды зерттеңіз. Олар өмір бойы белгілі бір жолмен бағдарламаланған, және сіз 30-шы жылдық бағдарламалауды, 40-шы жылдық жайлылық аймағын бағдарламалауды 15-20 минут ішінде өзгерту өте оңай деп ойлайсыз. Егер иә деп жауап беру оңай болса, мен қайта көтерілу бағдарламасына қатыспас едім. Мен CNN-де боламын. Жарайды, BBC-де, Әл Жазирада. Түсіндіңіз бе? Бәрі жақсы ма? Менің сол жағымда Рашмика Мандана, оң жағымда Карина Капур болады. Түсіндіңіз бе? Жоқ па? Жақсы ма? Олай емес. Мен бұл қиын деп айтпаймын. Бұл біздің бизнесіміздің шындығы. Егер сіз мейрамхана ашсаңыз, кейбір адамдар сіздің есігіңізден өтіп, ішке кірмей, сіз шынымен бас тартқыңыз келе ме? Барлығы Apple телефондарын сатып алған жоқ. Кейбір адамдар шынымен Samsung сатып алады. Неге екенін білмеймін, бірақ олар Samsung сатып алады. Бәрі жақсы ма? Сіздің ойыңызша, Samsung өз бизнесін Кеталбол де жауып жатыр ма? Біреу Samsung-ты сатып алмағандықтан ба? Бәрі жақсы ма? Шахрух Ханның фильмдеріне барлығы бірдей бара бермейді. Ол фильм түсіруді тоқтатқан жоқ. Бәрі жақсы ма? Роналду командасы әр матчта жеңіске жеткен жоқ. Ол футболдан бас тартқан жоқ. Бас тарту біздің өміріміздің ажырамас бөлігі. Сізден мыңдаған рет бас тартылды. Сізге бәрі бір. Сіз ештеңе есіңізде жоқ. Бәрі жақсы ма? Бірақ кенеттен те бас тарту. О, Құдайым дегенді білдіреді. Мен бас тарттым. Мен бұған шыдай алмаймын. Мен қалайдан кеткім келеді. Мен бас тартқым келеді. Олар мені қалай қабылдамауға батылы барады. Бүгін сізде бір парадигманың өзгеруі болуы керек. Сізден бас тартылады. Егер мен сізге кепілдік беретін бір нәрсе болса, сіз кім болсаңыз да, планетадағы ең үлкен сатушы болсаңыз да, осы уақытқа дейін бас тартқаныңызға қарамастан, бұл бір кепілдік. Мен сізді бастығым етіп тағайындаймын. Сонда сіз бас тартасыз. Және бәрі жақсы. Оған үйреніңіз. Солай емес пе? Бұл менімен бүгін болды. Солай емес пе? Мен айына 2-3 презентация жасаймын. Ал бір жігіт, жоқ, бауырым, бұл маған қызық емес, дейді. Менің басқа да істерім бар. Мен, керемет, кофе ішейік дедім. Тек ешкімге айтпа. Бірақ тіпті Дато Шри Виджайдан бас тартылды. Жападан бас тартылды. Сіз ештеңе түсінбейсіз. Сондықтан бәрі жақсы. Оған үйреніңіз. Маған бәрі бір. Бұл маған ұнайды. Ойланыңыз, жаттығыңыз. Бәрі жақсы. Сондықтан, қай елде тұрсаңыз да, бас тарту пайызы математикалық формуламен анықталады. Кнет енді ғана пайда болып жатқан жаңа нарықта сәтсіздік деңгейі төмен болады. Өйткені барлығы бұл жаңалық деп айтады. Бұл шынымен де жаңалық. Бұл жаңалық, бұл жаңалық, бұл жаңалық. Мен қуаныштымын. Сондықтан мен 1998-1999 жылдары желіге қосыла бастағанда, бұл әлемдегі ең жақсы бизнес деп ойладым. Мен 10 презентация жасадым. 9 адам иә деп жауап берді. Сондықтан мен жалғыз Виджай Ишанға қарадым. Мен бұл ең оңай нәрсе дедім. Ол тыныштал, деді. Бұл тек бастамасы. Оның айтқандары рас еді. Бірнеше жылдан кейін ASEAN-ға тіркелген 9 адамның ішінен қазіргі әрбір 10 қатысушыға бір адамнан келеді. Сіз түсінесіз бе? Және бәрі жақсы сияқты болды. Ешкім зардап шеккен жоқ. Түсіндіңіз бе? Мен түсінемін. Егер сіз осы элементті, соңғы элементті қабылдасаңыз, онда сіз арманыңызды таптыңыз, бизнесті түсінесіз, менталитетті түсінесіз, жүйелілікті түсінесіз, қауымдастықтан жақсы күш аласыз. Сіздің фамилияңыз сіздің криптонит екеніңізді білдіреді. Сіз суперменге ұқсайсыз. Бәрі жақсы ма? Менің ұлым мені супермен деп атайды. Бірақ бұл шын мәнінде криптонит. Бұл криптонит. Мен білмеймін. Сіз бәріңіз суперменмен таныссыз ба? Супермен планетадағы, ғаламдағы ең күшті адам болды. Ол ұша алады. Көзінен лазер түсіре алады. Бірақ аралда, Криптон планетасынан криптонит деген нәрсе бар еді. Егер сіз бұл криптонитті суперменге жақындатсаңыз,
ол оған ұқсайды. Сіз тіпті оны жұдырықпен ұра алмайсыз. Балалар, сендер менімен біргесіңдер ме? Жоқ па? Менің ойымша, бас тарту көптеген адамдар үшін криптонит болып табылады. Бірақ неге? Неге сіздің презентацияңызға біреудің жауабы сіздің арманыңызға жетуге кедергі келтіреді? Неліктен бас тартуды күшейту керек? Мен түсінбеймін. Сіз ақымақты жігерлендіресіз. Ол жоқ дейді. Ал сен жұмыстан шығасың. Бұл ақымақтық емес пе? Ақымақтық ең жоғары деңгейде. Сондықтан есейіңіз.